Баршаңызға қайырлы күн. Ең дәмді әрі қарапайым әдіспен қияр тұздаймыз. Қиярымызды 3 қайтара жуып алдым. Бізге укроп, перец, чеснок қажет және қиярдың ауасына шығардым. Мен осылай екі жағынан. Банкамызды стерилизация етіп алдым. Енді оған укропымызды саламыз. Огурцемді салып алдым. Енді қара бұрышы саламыз. Көз мөлшерімен салдым. Сіздер жарты қасықты салсаңыздар болады. Оның үстіне лавр жапырағы 2-3 штуктан салсаңыздар болады әр банкіге. Банкамызды нығыздап огурцымен толтырамыз және оған қайнап тұрған ыстық су құямыз. Шамамен 2 литр банкіге 4 литрдай су кетеді. Суымыз 20 минут шамасында суыды. Енді ол суды төгіп тастаймын. Мен бұл суды қайта қолданбаймын. Негізі қайнатып қолдансаңыздар да болады, бірақ мен таза су қайнатамын. Екі литр банкіге 2 ас қасық тұз қосамыз. Тұзды қайнап тұрған суыңызға қосып, тұзды су қылып үстіне құйсаңыз да болады. Болмаса, мен сияқты банкіге 2 ас қасық тұз салып, оның үстіне ыстық су құйсаңыз да болады. Және оның үстіне 2 аспирин қосамын. 2 литрге 2 аспирин. Осымен қиярымыз дайын. Бұл қияр тұздаудың ең оңай әдісі болатын. Менімен бірге болыңыздар. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын.